біздер нақтылық талант әдісі бойынша тапсырма орындаймыз. Сіздер бірінші топ боласыздар, сіздер екінші топ боласыздар, сіздер үшінші топ боласыздар. Әдістің шарты мынадай. Үш топқа бөлінді. Енді мен сіздерге үш автордың туындысын беремін. Сіздер ол туралы үш сөйлеммен ғана қысқаша ақпарат бересіздер. Және оны тыңдап болғаннан кейін өзара қай топ жақсы пікір білдірді, немесе не қалып қойды, ұтымды тұсы болды ма, сол туралы қысқаша пікіріңізді айтасыз. Бірінші топқа берілетін туынды Бердібек Соқпақбаевтың "Менің атым құжат" шығармасы. Екінші топқа Дулат Исабековтың "Әпке" шығармасы. Үшінші топқа Бибігүл Иманғазинаның "Тауқымет" шығармасы. Енді қысқаша бір дайындалып алуға уақыт беремін. 3 секунд. Содан кейін ойымызды айтамыз. Бірінші топ. Дайынсыз ба? Айта қойыңыз. Менің атым құжат шығармасы 1957 жылы қазақ әдебиетіне озық балалар шығармасы болып табылады, және оның авторы Бердібек Соқпақбаев. Ол орыс, украин, француз тілдерінде аударылған. Жақсы, рахмет. Келесі топ. Біз таңдаған шығарма ол Бибігүл Иманғазинаның "Тауқымет" романы. Бибігүл Иманғазина Ақтөбе облысының тумасы. Яғни бұл романда ол өз өмірін суреттейді. Бұл роман 35 жылды қамтиды. Сол аралықтағы шығарма. 35 жыл аралығындағы шығарма. Жақсы, рахмет. Келесі топ. Бізге берілген шығарма "Әпке" драмасы. "Әпке" драмасы ол қоғамның адам санасындағы өзгерісін көрсетіп, соның қоғамдағы құндылықтарға қаншалықты ықпалын тигізетінін көрсетеді. Және бұл шығармадағы негізгі кейіпкерлер ата-анасынан жастайынан жетім қалған балалардың тұрмыс тіршілігін, танымын, білігін көрсетіп, ара қатынасын көрсетіп, сол бір-бірімен туындаған дау-дамай шиеленістің әсерінен болған оқиғаны ашып көрсетеді бізге. Осы оқиға желісінде біздің адами құндылықтарымызды, парызымызды түсіндіреді. Жалпы бұл шығарма осы шығарманы оқыған адамға бір тереңірек ойланып, өзінің бір адами құндылығын, ішкі бір рухани жанын бірдеңесін оятатын керемет бір туынды. Жақсы, рахмет. Құрметті студенттер, енді өзара алмасып, бір-біріміздің жауабымызға нақты әрі қысқа баға береміз. Екінші топ. Үшінші топ туралы айта кететін болсам, жалпы айтылмай қалған мәселелер ол шығарманың сюжеті туралы айтылған жоқ, және де шығарманың басты қозғалып отырған мәселесі айтылмады. Жақсы, рахмет. Келесі топ. Мен екінші топ туралы айтатын болсам, шығарманың атын айтыңыз. Дулат Исабековтың "Әпке" драмасы туралы айтылды. Және де бұл жерде Данияр кейіпкерлер туралы сөз қозғалған жоқ. Дегенмен кейіпкерлер туралы сөз айтылмаса да, жалпы шығарманың идеясы туралы толыққанды айтылды. Яғни ол жерде ең алдымен бауырмалдық қасиетті, жалпы рухани бай туынды екені туралы нақты айтып өтті. Сол үшін жақсы деген баға айтамын. Жақсы, рахмет. Менің осы бірінші топ "Менің атым Қожа" яғни Бердібек Соқпақбаевтың повесін айтқан болатын. Ол жерде қай студиядан басып шығарылуы айтылған жоқ, және де ол жердегі басты кейіпкер және оның сол басты кейіпкердің нақты міндеті, яғни ол жерде қандай рөл ойнайды, және де оның, яғни мысалы Қожа тәртіпсіз болады, яғни оның тәртіпсіздігі туралы яғни тәртіпсіздігі не себептен болғаны, және де жалпы сюжеті тек қана балаларға ғана емес, соның ішінде балаларға қандай ол үлгі беретіні туралы жалпы айтылған жоқ. Жақсы, рахмет. Бұл әдіс өте керемет.
бұл қазіргі білім беру саласында таптырмас мүмкіндік деп білемін. Жалпы болашақ мұғалім ретінде осы әдісті қолданамын. Нақтылық талант әдісінен біз бүгін шығармаларды нақты талдауды және нақты өз ойымызды жеткізуді үйрендік. Болашақта осы әдісті пайдалануға барлық студенттерге және мұғалімдерге кеңес беремін.